Құрметті достар, әлемде ауру сырқатсыз өмір сүретін, ұзақ өмір сүретін халық бар деп ойлайсыз ба? Білмеймін теке. Бар екен. Индияның солтүстік Гималай тауы мен Пәкістанның екі мемлекеттің ортасында орналасқан, қазірде адам саны 100 мыңға жуық жеке дара қалып қойған хунза деген тайпа. Тарихшылардың айтуы бойынша бұл хунза тайпасын Александр Македонский құрап кеткен дейді. Көптеген ғалымдарды, көптеген зерттеушілерді таңғалдырғаны, бұл жақтың адам жасы 150-160 жас жасайды екен. Жасың қаншада? Мына суретте папасы 168-де, баласы 152-де. Бұл жақта әйел адам 60-65 жаста босанып жатса таңғалмайды екен. Ендеше бұның барлығын біліп алайық. Тарихтың ескі аңыстарын білгім келеді. Көптеген адамдардың қызығушылығын оятып, көптеген туристер ағылып барып, халықпен танысқан екен. Халық өте сабырлы, түрлері европалықтарға ұқсайтын, діндері ислам, ауыздарында алласы бар. Сондай мықты халық қысты күні суға, бұлақтың суына жай әшейін шомылып, күніне 45-50 километр жүріп тастайтын сондай мықты халық екен. Көптеген зерттеушілерге қызығы хунза тайпасының қандай тамақ тұтынатындығы, жазда тек қана жеміс-жидек, табиғи өнім, сүт, қара нан және де қыста кептірілген өрік жемістерін жейді екен. Ол жақта 3-4 ай тамақтан бас тартып, тек қана өріктің суын, соғын ғана ішеді екен. Гениально. Хунзалықтар ұзақ өмір сүрудің құпиясын жай ғана таза ауада өмір сүру, майлы тамақтан бас тарту, жеміс-жидек жеп және үнемі қозғалыста болу. Сонымен қатар өмірге күле қарап, өмірге құштар болу. Құрметті достар, әрқашан дұрыс тамақ жеп, адал тамақ жеп, салауатты өмір салтын ұстанайық.